Сәлем балақай. Бүгін біздер математика сабағынан 26-шы сабақ заттар мен фигуралардың қасиеті деген тақырыппен танысатын боламыз. Бұл сабақтан фигуралар мен заттардың қасиетін ажырата алатын боласың және салыстыруды үйренесің. Қане, оқулыққа назар аударайық. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Бірінші тапсырмада жазық фигураларға ұқсас заттарды ата, кеңістік фигураларға ұқсас заттарды ата деген. Алдыменен біздер жазық фигуралар және кеңістік фигураларының не екендігін біліп алайық. Жазық фигуралары бұл жазықтың үстінде жатады. Ал кеңістік фигуралары бұлар жазықтың бетіне көлемді шығып тұратын заттарды айтамыз. Қане біздер бұл суретке қарайық та, бұл жерден кеңістік және жазық фигураларға ұқсас заттарды айтайық. Мысалға, біздер мына жерде ойыншықтарды көріп тұрмыз, құрастыру ойыншықтарын көріп тұрмыз. Бұл кеңістік фигураларына ұқсап тұр. Келесі, бұл жерде доп бар. Бұл да кеңістік фигурасына ұқсайды. Келесі, жарда ілініп тұрған картинка. Бұл жазық фигурасына ұқсайды. Енді жазық фигураларын бұл жерде қарайтын болсақ, біздер бұны тік төртбұрыш, бұны дөңгелек, үшбұрыш және шаршы деп айтамыз. Ал бұл жерде берілген кеңістік фигуралары бұл бірінші тұрған конус, шар, цилиндр, куб және пирамида деп аталынады. Келесі тапсырмада мына берілген геометриялық фигураларды қиып алып, одан аппликация құрастыру қажет. Бұларды құрастыратын болсақ, бұл жерден біздерде зымыран пайда болады. Келесі, үшінші тапсырма, досыңмен ойна. Бұл жердегі берілген заттардың біреуін таңдап аламыз. Геометриялық фигуралардың кез келген геометриялық пішіндегі бір затты таңдап аламыз да, оның орналасқан жерін досымызға жасырамыз. Мысалға, оң жақта орналасқан, алдыңғы жағында орналасқан, жанында, үстінде, астында, ішінде қолдану арқылы біз досымызға затты жасырамыз. Мысалға, үйдің сыртында сол жақта орналасқан дөңгелек зат. Үйдің сыртында сол жақта орналасқан зат. Бұл доп. Үйдің алдында орналасқан зат. Жоғарыда, сол жақта орналасқан төрт бұрышты зат. Бұл шкаф болуы мүмкін, бұл картинка болуы мүмкін, бұл керуеттер болуы мүмкін, немесе жастықтар болуы мүмкін. Осылай досыңа бір затты жасыру арқылы бұл жердегі геометриялық пішінді анықтауы қажет. Келесі тапсырма, төртінші, мұқият бол, не өзгерді? Бізде бірінші доп, оның көлемі қандай? Көлемі кішкентай. Ал ол қандай допқа айналды? Үлкен допқа айналды. Бұл келесі зат, бұл текше. Ол допқа айналды. Келесі, бұл қалың кітап. Ол жұқа кітапқа айналды. Келесі көк сөмке, алқызыл түсті сөмкеге айналды. Бұл жерде көлемі, бұл жерде пішіні, бұл жерде қалыңдығы, ал бұл жерде түсі өзгерді. Сонда біздер заттарды көлемі, пішіні, түсі, оның қалың жұқалығына байланысты ажырата аламыз екен. Заттарды біздер осындай қасиеттері арқылы ажырата алады екенбіз. Бүгінгі заттардың қасиеті мен фигуралардың қасиетіне арналған тақырып аяқталды. Тапсырмалары аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.